жылдам хабарнама шұғыл дерек әкім пышақталды. Егер осы турасында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетуіңізді сұраймыз. Ал онда біз бастадық. Жамбыл облысында ауыл әкімі пышақталып кетті. Оқиға 24 наурызда болған. Белгісіз ер адам Меркі ауданы Ойтыл ауылдық округінің әкімдігінің жұмыс орынбасарын жұмыс орнында пышақтаған. Әкім ауруханаға жатқызылды. Полиция 42 жастағы жергілікті тұрғынды ұстады. Медициналық сараптама негізінде нәтижесінде ұсталған азаматтың алкогольдік және есірткіге мас күйде болғаны анықталды. Күдіктінің 2013 жылға дейін Жамбыл облыстық психологиялық денсаулық орталығында шизофрениядан диагнозымен есепте тұрғаны белгілі болды. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.